Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, ғылым және ауыл арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз шаруаларға мемлекеттен берілетін көмектің ең ауқымдысы субсидия жайында сөз қозғайтын боламыз. Субсидия бұл Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қорынан шаруаларға тікелей көмек ретінде немесе елімізге құйылған инвестицияның бір бөлігін өтеуге және өнім бағасын арзандату үшін берілетін жәрдемақы. Қазіргі таңда еліміздің ауыл шаруашылығы министрі субсидияны 6 бағытта ұсынады. Біріншісі етті бағыттағы ірі қара шаруашылығы, екіншісі сүтті бағыттағы ірі қара шаруашылығы, үшіншісі жылқы, түйе, ешкі шаруашылығы, төртіншісі қой шаруашылығы, бесіншісі құс шаруашылығы, алтыншы доңыз шаруашылығы. Субсидия ең әуелі елімізге құйылған инвестицияның бір бөлігін өтеу мақсатында беріледі. Мысалы, фермер шет елден мол өнім беретін асыл тұқымды мал әкелді делік. Сол малға кеткен шығынның бір бөлігін мемлекет субсидия ретінде өтейді. Сонымен қатар мемлекеттен субсидия шаруашылық жұмыстарына да беріледі. Мысалы, айталып кететін болсақ, селекциялық жұмыстарға. Селекциялық жұмыстар аса шығынды болып келеді. Сондықтан да оған кеткен шығынның бір бөлігін мемлекет өтейді. Субсидия дайын өнімнің бағасын төмендету мақсатында да беріледі. Яғни шаруалар өндірген әр еттің, сүттің, жүннің килограммына, ал жұмыртқаның әр данасына мемлекеттен субсидия ала алады. Ал енді кімге, кім қанша береді деген сұраққа жауап беріп көрейік. Мемлекеттік субсидияны фермерлерге Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі тікелей береді. Ал енді біз субсидия мөлшері жайында айтатын боламыз. Бұл жерде айта кетер бір жайт бар. Яғни мал тұқымына байланысты біз айтылған сома азды-көпті өзгерісте болуы мүмкін. Асыл тұқымды мал сатып алуға ірі қараға 125 мың теңгеге дейін, жылқы мен түйеге 100 мың теңге аралығында, ал қойға 8 мың теңге, доңыздың басына 140 мың теңгеге дейін беріледі. Селекциялық жұмыстарға ірі қараның әр басына 10 мың теңге мен 20 мың теңге аралығында тұқымына байланысты, ал ұсақ малға 1500-2 мың теңге аралығында. Ал енді дайын өнім бағасын төмендету мақсатында берілетін субсидия жайлы айтар болсақ. Ауыл шаруашылығы министрлігі фермерлерге 1 килограмм дайын сиыр етіне 200 теңге, қой етіне, яғни қойға бір басына 1500 теңге, сүттің килограммына 10 теңгеден 35 теңге аралығында, құс етінің килограммына 40 теңгеден 80 теңге аралығында, ал бір дана жұмыртқа үшін 2-3 теңге аралығында субсидия береді. Ал жалпылама алғанда еліміз ауыл шаруашылығына құйылған инвестицияның 30%-ын субсидиялайды екен. Бұған байланысты фермерлердің ойы екіге бөлінеді. Бір тобы ауыл шаруашылығына берілетін көмекке дән риза екенін айтса, енді бір тобы бұл көмектің көршілес елдердің, атап айтқанда кедендік одақ елдері Ресей мен Беларусь еліндегі субсидиялардан аз екенін айтып шағымдануда. Экономистер отандық өнімнің қымбат болуын осылай түсіндіреді. Бұл туралы сіздің ойыңыз қандай? Ойыңызды комментарийге жазыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Егер де біздің бүгінгі видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.